Сәлем достар, бүгін сіздермен балық қууруды үйренетін боламыз. Осындай әп-әдемі жұмсақ алтын түстес етіп қууруды үйренгіңіз келсе, видеоны соңына дейін көріңіз. Ең алдымен балығымызды жақсылап жуып тазалап аламыз. Одан соң мына осыны видеода көріп тұрғандарыңыздай етіп кесіп аламыз. Және де осы кесілген балықтарымызды барлық жағына тиетіндей етіп шым-шым тұз сеуіп шығамыз. Әрине бұл жерде тұзды көп қосуға болмайды, себебі ащы болып кетуі мүмкін, тұзы көп болып кетуі мүмкін, сондықтан аз мөлшерде қосқандарыңыз жөн. Дәл осылай барлық балықтарымызға тұзымызды сеуіп шығамыз. Бұны 5-10 минутқа бір шетке алып қоямыз. Ол аралықта біз кляр дайындайтын боламыз. 2 жұмыртқаға шым-шым тұз қосып, жақсылап араластырып аламыз. Оның үстіне жарты стакан суымызды құйып, араластырып, үстіне ұн себетін боламыз. Ұнымызды сепкен соң жақсылап араластырамыз. Бізге қоймалжың қамыр қажет болады. Онда аз мөлшерден сала отырып, бізге қажетті қоймалжың қамыр дайындайтын боламыз. Достар, осы каналдың ары қарай дамуына өз үлестеріңізді қоса кетіңіздер. Менің каналыма тіркеліп, қасындағы қоңырауша белгісін басып, лайк басып, пікір қалдырып кетіңіздер. Мінекей достар, біздің қамырымыз дәл осылай болып шығу қажет. Енді балығымызды қуырып бастаймыз. Табамызға майымызды құйып, жаңағы балығымызды дайындаған клярымызға батырып, майға салатын боламыз. Балығымызды ортаңғы отта 2 жағын қызарғанша жақсылап қуырып аламыз. Сіздерге тағы да қосып айтып кететінім, балықтарыңызды бір ыдысқа салып, үстіне жаңағы қоймалжың қамырымызды үстіне құйып, жақсылап араластырып, осылай жасасаңыздар да болады. Барлығын араластырып болған соң біртіндеп табамыздағы майымызға салып, қуыра берсеңіздер де болады. Ол енді өз қалауларыңыз бойынша. Сіздерге тағы айтып кететінім, егер де сіздер балықтарыңызды ұнға батырып, сосын майға қуыратын болсаңыздар, сіздердің майларыңыз қарайып кетуі мүмкін. Сондықтан дәл осылай менікіндей клярға дайындап, сосын қуыратын болсаңыздар, сіздердің балықтарыңыз өте керемет шығатын болады. Мінекей достар, біздің балығымыз дайын болып шықты. Өте керемет, өте дәмді, түрі де өте керемет екендігі көрініп тұр. Және де сіздерге үшін бөліп көрсетуге видеоға түспей қалды негізінде. Сондықтан дәл менікіндей балықты қуырып дайындап көріңіздер. Ал сіздерге ас болсын.